Жасырын Туман ауылының монстры деген атпен танымал Кисаме Хашигаки әйгілі шиноби және Акацуки ұйымының мүшесі болған. Бұл видеода мен оның бүкіл тарихын айтып, күші туралы талдау жасаймын. Киригакуриде дүниеге келген ол шиноби академиясына оқуға түсіп, Туманның 7 қылышшысы болуды армандады. Бұл топ Туман ауылындағы ең беделді, бәрі сонда қосылуды қалайтын топ болатын. Мүмкін ол бала кезден бастап оларға құрметпен қарап, жаттығуларда дисциплинаны мықты ұстанған. Сол себепті ол академияны 10 жасында-ақ бітіріп, 4-ші Мизукаги ұйымдастырған, бірақ жасырын түрде Обито басқарған әйгілі емтиханға қатыспады. Бұл рәсім нағыз шынайы шайқас сияқты сынақ болатын. Онда ниндзя академиясының оқушылары ешқандай шектеусіз бір-бірімен бетпе-бет қырылу керек еді. Алайда бұл емтиханға тек қарапайым қабілеті бар және жай отбасылардан шыққан студенттер ғана қатысатын. Мысалы Забуда сияқты. Ал Кисаме жағдайында ол беделді кланнан шыққан және күшті болғандықтан бұл қырғынға қатысудан босатылды. Айтпақшы, сіздерден сұрай кетейін, егер Кисаме шынымен Минато Намикадземен кездессе, қайсы жеңер еді? Кисаме Акацукидің қай мүшесін жеңе алар еді деп ойлайсың? Бірақ өтініш, фанаттыққа салынбай, бәрінің күштерін шынайы салыстырып көріңдерші. Көп фанаттар шайқастарда Кисамені аса бағаламайтындарын жиі көремін. Бұл бекер деп ойлаймын. Сонымен қатар видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Үздік комменттерді видеоға салатын боламын. Міне мыналар сияқты. Сондықтан активный болыңдар, шырыной. Қазақша контент дамысын. Мен сенің кім екеніңді білем. Сен Каноханың анбуынан шыққандан шпансың. Жақсы жұмыс. Көп жылдар бойы Кисаме жаттығуын жалғастырып, миссияларды орындады. Сезімін бір шетке ысырып қойып, қасындағылармен жақын араласпай, миссияға қатты көңіл бөлді. Кейін ол Самихада қылышының иесі болған Фугуки Сузанамен бірге жұмыс істей бастайды. Оның басшылығымен Кисаме сансыз құпия тапсырмаларды орындады. Солардың бірі цифрлау бөлімін қорғау миссиясы. Бұл миссия Киригакуринің құпия барлау тобына қатысты. Бұл тапсырмада Кисамеге цифрлау қызметкерлерін сапар кезінде қорғау міндеті тапсырылады. Алайда оларға Каноха ниндзялары шабуыл жасайды. Олардың арасында Ибики Морина да бар еді. Ол ақпарат алу бойынша маман. Қиын жағдайға тап болған Кисаме ұстазының кодтар мен ақпараттар адамдардың өміріне маңызды деген сөзін есіне түсіреді. Сол себепті ол миссияны орындап, ақпаратты сақтау үшін барлаушыларды өлтіреді. Бір қызығы, осы миссия кезінде оған Миру есімді қыз келіп, миссия біткеннен соң бірге тамақтануға шақырады. Өкінішке қарай, ол алғашқы сәттерден-ақ Кисамеге жылы шырай танытса да, Кисаме оны еш қиналмастан өлтіреді. Миру өлмес бұрын оған өзің қандай аянышты өмір сүріп жатырсың деген сөз айтады. Бірақ Кисаме ештеңе болмағандай өз тапсырмасын жалғастыра береді. Себебі бұл бірінші де соңғы ретте емес еді. Ол ақпаратты сақтау үшін жолдастарын да өлтіруде. Кисаме үшін оның ұстазы Фугуки өз ауылы үшін кез келген әрекетке баратын керемет ниндзя болатын. Алайда көп ұзамай ол Туман ауылының құпияларын басқа ауылдарға ақша үшін сатып жүрген деген қауесет тарайды. Бұл ақпарат расталғаннан соң Кисаме ұстасын өлтіріп Самихаданы өзіне алады. Сондай-ақ ол ұстазының орнын алғысы келеді. Бірақ дәл сол сәтте оның алдына Туман жасырын ауылының 4-ші Мизукагесі шықты. Ол Кисаменің ауылға деген адалдығы үшін оны мақтайды. Алайда шындық мынада еді. Кисаме қатты көңілі қалған. Себебі ол өмір бойы жалғандыққа толы әлемде өмір сүріп келгенін түсінді және жасаған іс-әрекеттерінің бәрі өтірікке негізделгенін ұқты. Кисаме ауылдан кетіп қалады деп қауіптенгеннен соң 4-ші Мизукагенің сөзін тыңдап жатқан сәтте Обито көлеңкеден шығып, өзін Учиха Мадара деп таныстырады. Ол шаринганы бар бетперде киген шинобиді көріп, одан бетін ашуын сұрайды және Мадараның әлі тірі екеніне әрі Мизукагені басқарып жатқанына таң қалады. Обито оған ай көзі жоспарына қосылуды ұсынды. Бұл жоспар бүкіл адамзатқа генджутсу орнату арқылы әлемді бақылайтын жоғарғы иллюзия жасау болатын. Қызықты факт ретінде айтар болсақ, дәл осы Обито Фугуки туралы өсек таратып, Кисамені ұстазы сатқын дегенге сендіріп, оны өз жағына шығару үшін осындай акуленокты қолданған. 4-ші факт жинағында, яғни датабукиде, Кишимото Фугуки ауылы үшін кез келген лас істі атқаруға дайын адал шиноби болғанын айтты. Бұл Обитоның Кисамені алдап өз жағына өткізіп алғанын білдіреді. Енді елестетіп көріңдер, егер Кисаме өз ұстазының шын мәнде сатқын болмағанын естісе, не істер еді? Ол өз ұстазын босқа өлтіргенін білгенде не күйде болар еді? Ұстазымен болған жағдай мен бетперде киген жігітпен сөйлескеннен кейін Кисаме Туманның 7 қылышшысының қатарына қосылып, Самихаданы өзіне алады.
болады. Ол сондай-ақ сол кезеңде қылыш шебері және топтың жетекшісі болған Мангетсу Хозукимен және оның інісі Сугетсумен байланыс орнатады. Бірнеше ай бойы Кисаме жеті қылышшы қатарында түрлі тапсырмаларды орындайды. Жауынгерлерге қатыгездікпен қараған үшін ол тұманның құбыжығы деген лақап атқа ие болады. Бір сәтте оған саяси қарсыластарда билікке қарсы шыққан тұлғаларды жою тапсырмасы беріледі. Алайда бұл адамдар беделді болғандықтан ол бинго кітабына жоғарғы дәрежелі дезертир ретінде енгізіледі. Осыдан соң ол Тұман ауылын тастап кетуге мәжбүр болады. Себебі бірнеше ел оған іздеу салады. Оның басына қойылған баға тек өз ауылындағы шенеуніктерді емес, басқа елдің феодалдарын да жойған үшін жоғары болды. Кисаме кеткеннен соң жеті қылышшы тобы толық болудан қалады. Себебі бір қылыштан айырылып қалады. Ал көптеген дезертирлер қылыштарды өздерімен бірге алып кеткен. Обито Пейннен Кисамеге барып, оны Акацки қатарына қосуға көндіруін сұрайды. Ақыры Кисаме Итачимен серіктес болады. Учихалар кланының жойылу оқиғасынан кейін олар алғашында бір-біріне сенімсіздікпен қарап, бір-бірін қорқытуға дейін барады. Бірақ кейіннен олар жақсы серіктестерге айналады. Өйткені екеуі де өздеріне жақын адамдарды сатқандар еді. Достасып алғаннан соң олар организациядан кетіп, Арачимару қалдырған орынды толтыру үшін Итачи мен Кисаме Дейдараны іздеуге Сасоримен бірге шығады. Осы уақытта Тұман ауылында жеті қылышшы ұйымдастырған төңкеріс басталады. Олар 4-ші Мизукагенің нашар басқаруына қарсы көтеріліс жасайды. Мангетсу Мизукагеге жеңілген болуы мүмкін деген болжам бар. Көтеріліс барысында екі тараптан да құрбандар болды. Бірақ Обито Мизукагені басқарып отырғандықтан ол жеңіске жетеді. Көтерілісті басқарғандар, соның ішінде Забузамен қатар басқалар, басқа дезертирлер сияқты ақырында ауылдан кетуге мәжбүр болады. Обито кейін барлық дезертир ниндзяларды ұстау және жою үшін арнайы бөлім аңшылар тобын құрады. Әрине, Кисаме де бұл тізімде болатын. Бұл бөлімнің ерекшелігі олар тек арнайы аңшыларды ғана емес, басқа ауылдардан шыққан ерекше геномды және құпия джудзутсу иелерін де жалдайтын. Осылайша табысқа жету мүмкіндігі артады. Сол себепті Кисаме мен Итачи үнемі Тұман жасырын ауылынан және басқа адамдардан шабуылға ұшырап жүрді. Тіпті ресми Акацки Хиден новелласында олардың 4 жалдамалы шинобиден тұратын топтың қоршауына түсіп қалған көрінісі бар. Бірақ біз Кисаме мен Итачи жайлы айтқандықтан, олар бұл шайқастардан әрдайым оңайлықпен жеңіспен шығып отырған. Кім екеніміз маңызды емес. Біз кім болғанымызды өлер сәтімізде ғана білеміз. Кейінірек Арачимару Канохаға шабуыл жасаған уақытта Итачи ауылға барғысы келеді. Сырттай қарағанда ол 9 құйрықты Джинчурикиді іздеу үшін бара жатқандай көрінеді. Алайда оның шынайы мақсаты Каноханың жоғарғы басшылығына Хирузен өлгенімен Саскиге қол көтермеу туралы келісімді сақтауды еске салу еді. Осылайша Итачи мен Кисаме Канохаға барады. Онда олар Какаши Асумамен және Куринаймен шайқасады. Ең күлкілісі бұл жерде Кисаме мен Майто Гайдың алғашқы бір түрлі болса да махаббатқа толы кездесу сәті орын алады. Бірнеше сөз алмас, бірнеше соққы алмасқаннан соң Итачи Кисамеге шегінуге бұйрық береді. Өйткені олардың Канохаға соғысу үшін емес, Нарутоны табу үшін келгенін айтады. Содан кейін олар қашып кетеді, бірақ оған дейін Какаши есінен танып үлгереді. Бұл Итачиге басшылыққа жасырын хабар қалдыруға мүмкіндік береді. Итачи әлі де Нарутоны іздеуді жалғастырып, ақырында оны табады. Алайда Наруто Джираямен бірге жүргендіктен олар әрекет етуден аяқ тартады. Себебі Узумакидің қасында тірі аңыздардың бірі Санин Джирая болған. Кисаме бұл жағдайда былай деп пікір білдіреді. Мен Джирая мүлдем басқа деңгейде деп ойлаймын. Мүмкін Итачи де сол деңгейде шығар. Бірақ мен өзіме сенімсізбін. Итачи досын қолдап Джираяны өлтіру мүмкін болар еді. Бірақ ол үшін екеуміз де өмірімізден айырылатын едік. Бұл ең жақсы жағдайда ғана. Көптеген шиноби де көмектесе алмайды. Учиха кланы да, Тұманның жеті қылышшысы да оның алдына түк емес дейді. Олар ақыры бір амалын тауып Джираяны айналып өтіп Нарутоны жалғыз қалдырады. Алайда Джирая олардың жоспарын түсініп Акацкидің Нарутоны ұрлауына жол бермейді. Ақыр соңында біз білетіндей Итачи мен Кисаме тағы да қашып кетеді. Бұл жолы Джирая оларды жеңіп кетер еді деп емес, Итачи шайқасқысы келмегендіктен. Оның үстіне мүмкін Итачи Джираяның жасырын тыңшысы болуы да әбден мүмкін. Сондықтан ол онымен қырылуды қаламаған. Бұл жайлы кейін бөлек сөйлесерміз. Егер сендер бұл тақырыпты, яғни Итачидің Джираямен жұмыс істеген рас па деген әңгімені кеңінен қарастырғанды қаласаңдар, пікір жаза кетіңдер. Осы оқиғадан кейін бірнеше жыл өтеді. Содан біз Наруто анимесінің жалғасы Наруто Шипуденге өтеміз. Мұнда ең алғашқы оқиға Гараны ұрлау. Бұл сәтте Кисаме өз чакрасының 1/3 бөлігін клон жасау үшін береді. Сол арқылы ол Майта Гайдың тобын бөгеп тұрады. Олар Гараны құтқару үшін келе жатқан болады. Бұл Кисаме мен Майта Гайдың екінші махаббат кездесу сәті болды. Кисамеге Майта Гай қызық көрінді. Тек оның түр сипаты мен ерекше киіну мәнері үшін емес, сонымен қатар оның сұмдық есте сақтау қабілетінің нашарлығы үшін. Кисаме оны анық есте сақтаған, ал Майта Гай
Гай өз жауын танымай-ақ қояды. Гарамен болған оқиғадан кейін бірнеше ай өтеді. Кисаме мен Итачиге 4 құйрықты Джинчурики Роушиді ұстау тапсырмасы беріледі. Роуши лава элементін меңгерген күшті қарсылас болатын. Мұны білген Кисаме онымен жалғыз шайқасуға бел буады. Итачидің көмегінсіз. Бұл өте қиын шайқас болғанымен ол жеңіске жетеді. Кейін Акацкидің кездесуінде олар 4 құйрықтыны сәтті түрде ұстап, мөрлеп тастайды. Бұл Джинчурикиді Кисаме өзі қолға түсірген болатын. Пейн Саскидің Арачимаруды өлтіріп, жаңа топ құрғанын хабарлайды. Бұл топ Суигетсу, Карен Узумаки мен Джуго есімді мүшелерден тұрды. Көп ұзамай Саски мен Итачидің арасында шешуші шайқас кезек келеді. Сол кезде Итачи Кисамеге екеуінің шайқасына ешкім араласпасын деп өтінеді. Өйткені ол інісімен тек жалғыз өзі шайқасқысы келеді. Суыққанды адам болғанына қарамастан Кисаме Итачиге қоштасу сәті келгенде көңілі бұзылғанын мойындады. Олар бірнеше жыл бірге болған, бір-біріне үйреніп те қалған. Арасында бір бауырлық сезім де пайда болған еді. Қызықты факт ретінде айта кетсек, Наруто әлеміне арналған бір видео ойында Итачи мен Кисаме қоштасар алдында шағын жекпе-жек өткізеді. Бұл қисынды көрінеді, өйткені автор Итачидің Кисамеге қарағанда әлдеқайда мықты екенін білсе де, Кисаме әрқашан онымен бір шайқасып көргісі келген. Ал көрермен ретінде бұны көру өте қызықты болар еді. Итачи жеңілгеннен кейін Тоби өз шынайы бейнесін көрсетіп, Кисамеге өзінің Мадара екенін және Акацкидің нағыз лидер екенін айтады. Кисаме бұл жаңалыққа қатты қуанады, әрі таңырқайды. Көп ұзамай 4-ші дүниежүзілік шиноби соғысы жарияланады. Кисамеге альянс шинобилерінің ішіне еніп ақпарат жинау тапсырмасы беріледі. Ол өзін Киллер Би мен Райкагеге жеңілген етіп көрсетіп, Самихада қылышының ішіне жасырынады. Бұл қылыш кейіннен Киллер Бидің қолына түседі. Осылайша Кисаме альянс туралы, сондай-ақ Нарутоның орналасқан жері жайлы ақпарат жинайды. Алайда кетіп бара жатқанда Наруто оны тауып алады. Себебі Курама чакрасының режимі арқылы Наруто адамдар таратқан негатив ойларды сезе алады. Қашуға тырысып жатқанда Кисаме өзінің басты жауы Майтогаймен 3-ші рет соңғы рет кездеседі. Географиялық артықшылығы болғанына қарамастан Кисаме Майтогайдан жеңіледі. Себебі Майтогай өзінің 7-ші қақпасын ашады. Тұтқындалған Кисамеден олар мәлімет алмақшы болады. Алайда оны біліп қойған Кисаме соңғы күшін жинап, өзін-өзі жояды. Осылайша ақпаратты қорғап, оны жауға бермеуге шешім қабылдайды. Өлер алдындағы соңғы сөздері Итачи туралы болады. Ол досының айтқандарының дұрыс екенін түсінеді. Не істесең де сен кім екеніңді тек өліммен бетпе-бет келгенде ғана түсінесің. Ақыр соңында Кисаме алдыңғыдай өзінің сұмдық қорқынышты емес екенін, шын мәнінде ол сенген нәрселер үшін өмірін қиған адам екенін түсінеді. Сол себепті де ол өмірінің соңында жүзіне күлкі үйірілген күйде дүниеден өтті. Осы әрекетімен Кисаме Гайдың зор құрметіне ие болады. Гай тіпті оны әрдайым есте сақтауға уәде берді. Міне осылай Кисаме Хачигакидің өмірі аяқталды. Ол жасырын тұман елінің құбыжығы немесе құйрығы жоқ Биджу ретінде танымал болған адам. Сондықтан да абай бол. Менімен. Бұл да саған қатысты. Оның өмір баянын толық білгеннен кейін Кисаменің болмысы бізге ерекше әсер етті. Жеке өзім үшін ол Акацки ішіндегі ең керемет кейіпкер. Өйткені ол өмір бойы өз ісіне адал болып сенген және принциптерін соңына дейін қорғады. Тіпті өмірін сол үшін қиды. Кисамеде орасан зор мөлшерде чакра болды. Оның чакра соншалықты көп еді, тіпті құйрық жоқ Биджу деген лақап аталды. Ең таңғаларлығы, Неджи оның тек клонын көргеннің өзінде ақ чакрасын байқап, оны Нарутоға теңестірді. Ал естеріңде болса, бұл клонда тек 30% ғана чакра болған. Демек Кисаменің толық чакрасы Шипуденнің басында Нарутоға қарағанда әлде қайда көп болған. Чакрасының осындай көлем арқасында ол мұхитқа тең су мөлшерін жасай алатын. Мұндай қабілет өте аз шинобилерде ғана бар. Мысалы, Табирама су техникасына маманданғанымен ондай көлемде су тудыра алмаған. Ал Датабугаға сәйкес Кисаме су ғана емес, от, найзағай және жер элементтерінде меңгерген. Бұл өте таңғаларлық жайт, себебі көп шиноби тек бір, кейде екі-ақ элементке ие болады. Тіпті Какашидің өзі былай деген: егер менде шаринган болмағанда екі-ақ элемент меңгерер болар едім. Бұл Кисаменің табиғи элементті зерттеуде де ерекше талантты болғанын көрсетеді. Егер қажет болса, ол барлық 5 элементті де меңгере алатын еді. Бірақ Кисаме онсыз да тым мықты болғандықтан жаттығуды тоқтатқан. Ол тіпті Райкаге мен Киллер Биді қатар жеңіп кетуі мүмкін еді, егер Обитоның жоспары болмағанда. Оның тайджитсу және генджитсу шеберлігі де керемет деңгейде болды. Ол Гайды 7-ші қақпаны ашуға мәжбүр етті. Егер Кисаме
Кисаме мен Гай өз күштерінің шыңында жекпе-жекке шықса, Кисаме қалың қасты сенсейді жеңуге барлық мүмкіндігі бар деп ойлаймын. Ол бәрін бойына жинаған кейіпкер. Күш, ақыл, жылдамдық, өз ісіне адалдық және тағысын тағылар. Сол себепті Кисаме менің ең сүйікті кейіпкерім. Жалпы осы жерден тоқтауға болады. Кисаме өте қызықты әрі ерекше кейіпкер болып саналады. Мен ол туралы сендердің де білгендеріңді қалаймын. Ал сендер Акацки кланына және Кисамеге қалай қарайсыңдар? Олардың Баруто анимесіне қайта оралып, аздап шу шығарғанын қалар ма едіңдер? Немесе соғысушы мемлекеттер дәуірі туралы жеке видео көргілерің келе ма? Бұл меніңше өте қызық болар еді. Қалай ойлайсыңдар? Кисаме қаншалықты мықты болды? Мысалы, ол Майта Гайды немесе Минатаны бірге-бір жекпе-жекте жеңе алар ма еді? Пікірлеріңді жазыңдар. Ал егер видео ұнаса, әдеттегідей лайк және жазылып қойыңдар. Қоңыраушаны басып, қазақша контентті қолда бауырым. Алдын ала баршаңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар, даттабайо.